Тек тұрмасқа құлаған жұлдыз немесе Томанов туралы толғаныс. Мен тазалықты һәм адалдықты сүйетін, бақастық пен күндестікті жаны жек көретін Серік Томановты тұңғыш рет өзіміздің үйдің төрінде кезіктірген едім. Сол сәтте кез келгеніңіз біздің үйде болғаныңызда томашадай қалпымен өлмейтін өлеңдер арқылы талайларға таңдайын қақтырған, алты қанат ақ үйге сыймай өлең оқыған Серікке шынында да таңдайыңызды қағып, ризашылығыңызды білдірер едіңіз. Ол кезде мектеп қабырғасында бала болғаныммен Серіктің біршама өлеңдерін жатқа соғатынмын. Әкем екеулерінің ұстаз марқұм Есалы Қырықбайұлы әңгімелерін қалтқысыз тыңдап отырған мен бір сәт қиял құшағына кіріп, шіркін-ай, Серік секілді керемет өлең жазсам, сол секілді Алматыда алшаң басып, һәм шашымды сілкіп тарап өлең оқысам ғой, деп армандадым. Сол күні маған кесек-кесек сөз саптайтын, оның әр қимылы өзгеше әсер етумен болды. Сол күні мен оның қара қылды қақ жарып, шындықты ғана жазатын ақын екен бала жүрегіммен сезіндім. Сол күні мен оның адам боп өмірге келгенімен пендешілікке бой алдырмай, ана ауылға ақын болып, һәм адам баласының ала жібін аттамай аттанатынына толық көзімді жеткіздім. Есаға, біз сонау 80-ші жылдары еттің жоспарын орындай алмай, елдегі жылқы біткеннің барлығын темір қорапты машиналарға артып, ет жоспарын орындау үшін ет комбинаттарына бірінен соң бірін жөнелтіп едік қой. Сондағы жұдырықтай жүрегіммен қан жылап тұрып жазған өлеңімді тыңдаңыз. Мен пікірге зәру емеспін. Десем де өз ойыңызды айтуға сіздің де толық құқыңыз бар ғой, деді де жылқы артқан машиналар деген өлеңін оқи жөнелді. Бұл бір емес, көргенмін кешеде мен, белгілі жай бәріде бесенеден. Өтіп бара жатыр жылқы артқан машиналар жылтыраған жылымдай көшеменен. Аңғармады дегендей неге мені, арғымақтар қораптан елеңдеді, тетіктер темірден жаратылған машиналар алайда бөгілмеді. Қара жол қарсы айырып баралапты, машиналар бетке алды қала жақты. Жалтылдап жылқылардың жанарында жигулилер жарысып бара жатты. Дүбірлеген мына дөң ана белді, қайран жылқы қай жаққа барады енді. Жылқын емес қазы мен қартан ойлап қалың тобыр тамсанып қала берді. Мынау ел нені күтті, нені ұмытты, менің ойым сансаққа бөлініпті, меңзең боп тұрып қалдым, машиналар артын алып кеткендей серілікті деп тоқтаған Серік ентігіп барып басылды. Серікжан, Абай атаңның тілімен айтсам, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Меніңше бұл тақырыпқа бұдан артық өлең жазылмаса керек, деді әкем шын ықылас пейілмен. Содан соң екеуі бұл өлеңді атап өтпеске болмайды деп дастарханға бата қылды да ақ көпірге қарай аяңдап бара жатты. Жалпы, менің Серікпен етене араласқаным 1997 жылдардан бастап болады. Серіктің маған ерекше ұнайтындығы оның адалдығы, бала сияқты сенгіштік еді. Ол өзінің алданып тұрғанына 100% көзі жетіп тұрса да, қой, мен жаңсақ ойлап тұрған шығармын деп сене салады. Қайсы бір жандар оны пессимист ақын деп те жазғырып жүр. Мен өз басым оны олай деп ойлай алмаймын. Бәлкім елдің жерін, табиғатын һәм махаббат тақырыбын мөлдірете жазған өлеңдерін оқығаннан шығар. Әсіресе маған Серіктің барлық ынта ықыласымен өлең оқығаны ерекше әсер қалдыратын. Кейбір аудиторияларда өлең оқығанда бүкіл тыңдарман сілтідей тынушы еді. Марқұм қандай бір ситуация болса да жол таба білуші еді. Тіпті әңгіме айтуы да бөлек болатын. Бірде Секе, түсінемесе желтоқсан құбыжығы деген өлеңіңіздің тарихын айтып беріңізші деп қолқаладым. Ол кезде мен аудандық талас тынысы бұрынғы Ленин жолы газетінде қызмет қылатынмын. Мәскеу билігі сол кездегі Қазақстан басшысы Дінмұхамед Қонаевты орынтағынан алып, Колбин деген көк көзді таққа отырғызған болатын. Біздің жастарымыз бүкіл бір ұлттың намысын жыртып орталық алаңға жиналады.
Халқымыздың болашағына алаңдаған жастарымыздың шаштарынан сүйреп, білеудей арматуралармен ұрып жатқанды теледидардан көрген біздің де Қазақстанның бір қиыры Ақкөлде жатып қабырғамыз қайысты. Сол күндердің бір түнінде түс немесе желтоқсан құбыжығы деген өлеңімді жазып шықтым деп Секең өлеңге кезек берді. Тұлпар көрдім түсімде, басы есек әлгінің. Тұрқы тұлпар пішінде, есек құсап ақырып, жылқыларға азу тісін батырып, ойран салып жүрді үйірдің ішінде. Тұлпар құсап тұяқты топтап тастайды, басы есек сияқты. Болған менен салпаңдаған құлақты, жылқыларды кәдімгідей жасқайды. Есектеуі келмейді, тұлпар бопта маңдамас. Кісінесе жөн мейлі, есек құсап ақырады әлгі бас. Қамбарат аяулым, қалыпсың-ау сорғанық. Дедім дағы қорланып, құрығымды қолға алып, айғай салып ояндым. Көз алдымда осыдан 40 жыл бұрын болған желтоқсан оқиғасы елес берді. Біздің қазақта желтоқсан туралы өлең жазбаған ақын жоқ десе де болғандай. Ал Серіктің өлеңінің тұрқы бөлек. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін отты өлеңдері кім болса, соны баурап алатын әлі біздің көзіміз көріп, құлағымыз естиді. Серік өткір тілді ұшқыр ойлы ерет. Ол шақ Серіктің Қазақтың мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқып жүрген кезі болса керек. Барлық сынақтарын алған ағамыз емтиханға дейін біраз тойлап кетеді. Тіпті емтиханның қай күн екенін ұмыт қалдырып, тойын тойға ұластырады. Сондай күндердің бірінде Серік жолы түсіп, Казгуге келсе, барлық группаластары бір аудиторияның алдында жиналып тұр екен. Бүгін шетел әдебиетінен емтихан қой. Сен қайда жүрсің деп шу ете түседі олар. Жаудың беті қалай, шығын бар ма дейді. Секең аудиторияның ішкі жағын нұсқап. Жарты сағат бұрын 5 қыз кірген еді. Кіргеніз бар да, шыққаныз жоқ. Абай ашулы. Тағы біреуін кіріңдер деп кетті. Жүрегіміз дауаламай тұр дейді, староста үрейленіп. О бастан қаны қызба Серік мұндайды қарап тұрсын ба, онда мен кірем дейді де, әй шай жоқ ішке еніп кетеді. Билетін алып соңғы парталардың біріне жайғасады. Шетел ақындарының шығармалары жайлы сұрақтарды көрген Серік ептеп білетін ұстаз алдында ежіктеп, мыжып отырғысы келмей, өзгеше қулыққа көшеді. Бір жағы ұстаздың көңілін көтеріп тастайын, кіре алмай жүргендерге жеңіл болсын дейді де өлеңге жүгінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін өлеңін тәмамдаған Серік қолын көтерсе, бағанадан бері қабағынан қар жауып отырған мұғалім: "Біз ұлы балаларды оқымайды деп бекер кінәлаймыз. Ұлы болса да сендерде емес, сабаққа дайындалып келіпті. Келе ғой, айналайын" деп Серік шақырады. Мұғалімнің қасына жақындай бере Серік: "Апай, кешіріңізші, мен білмейтін едім" деп сыбыр ете қалады. Білмесең, неменеге жетісіп қолыңды көтеріп отырсың? Шық аудиториядан" деп дүрсе қоя береді. Сонда Серік: "Апай, кіріп шыққанымнан бір белгі болсын деп өлең жазып едім. Оқып беруге рұқсат етіңізші" дейді де өлеңін оқи жөнеледі. "Шатағым болған емес шетелменен, шетелдікті оғбастан бөтен өкірем. Қазағымның жетеді Хемингуэйі, Бальзагыңды сұрама бекер менен. Қара сөзі қайнаған өзегіңде, Экзуфери жетеді өз елімде. Мопассан да тең келмес Майлиніме, Мұхтарымнан сірәді беземін бе. Сондықтан да сұрама Жюль Вернді, ұлы Абайым Гетедей білді өмірді. Болса егерде ішіңіз қоя салыңыз, артынан түзетерміз үлгерімді" деп тоқтайды да сынақ кітапшасын ұстаздың алдына қоя салады. Абай сөзге келместен бестік деген бағаны қонжитады да: "Мына отырғандар шетел ақын жазушыларын оқымақ түгіл аттарын да білмейді. Өзің ақын екенсің, саған оқыма деп тапсырма берсек те өзің үшін оқып аласың. Жолың болсын айналайын" деп шығарып салады. Қазақ тілінен емтихан болады. Мұғалім ер адам билет сұрақтарына мүдірмей жауап берген Серікке: "Өзің білетін бала екенсің" деп алып, "Жіктеу дегеніміз не? Қатын деген сөзді жіктеп берші" дейді. Қапелінде жіктеуді ұмытып қалған Серік: "Неге қатын деген сөзді жіктеу керек? Неге студент емес? Неге именно қатын? Осында бір гап барау" дейді де басын іске қосады. Шешуін жылдам тапқан Серік дардай мұғалімге: "Сіз қатын, мен қатын деп отырсын ба? Ағай, ол қатын" деп ректорат жақты көрсете қойыпты. Ұстаз әлденеге айызы қанғандай өй бір рахаттана күлді дейді көргендер. Сөйтіп Секең бұл ситуациядан да сытылып кеткен екен.
Бірде Серік Шорабек екеу қалаға келіпті. Шөкең қайта-қайта: сағатымның бауы үзіліп қалды, соған бір бау сатып алайықшы дей беріпті. Енді сағат бау алмақ болып базарға бара жатса, ағай сағатыңыз бар ма депті, қапелінде бір бейтаныс қыз. Сонда Серік ойланбастан: бізде сағат бар, сенде бау бар ма депті, жұлып алғандай. Міне, мен білетін Серік Томанов сөзге шешен, ойға кенен жан еді. Бір өкініштісі, қазақ жұрты оның маңдайына сыйғанымен, ол сол елдің маңдайына сыймады. Ұмытпасам 2003 жылдың қазан айы Тараз мемлекеттік университетінің филология факультетіне жеке шаруамен барған едім. Қазақ әдебиеті кафедрасында әдебиеттің жанашыры, жасын әдеби бірлестігінің жетекшісі Сесекүл Исматова отыр екен. Амандық саулықтан соң: Серік қайда? Көрінбейді ғой, жағдайы қалай деп шын ықылас пейілмен сұрап жатты. Секеңнің жақында басынан инсульт алған, ал қазір біршама тәуір екенін айттым. Әпкейіміз ауыр күрсініп алды. Жедел түрде Серікпен кездесу өткізіп жіберсек қалай болар екен деді сұраулы жүзбен. Ондай болса, кәнекей, өзіңіз ұйымдастырмасаңыз менің қолымнан не келсін дедім мен. Сейсекүл әпкей қолына күнтізбесін алды да: 30 қазан жұма күні өткіземіз деді нығары сенім түрде. Сол күннен бастап Сейсекүл әпкей жасын әдеби бірлестігінің барлық мүшелерін жинап алып, дайындықтарын бастап кетті. 30 қазан жұма күні Тараз мемлекеттік университетінің акт залында Серік Томановпен кездесу кеші өтті. Жүргізуші ақын Қуаныш Қолқаев болатын. Микрофон қолына тиісімен Серік: самайыма ақ қырау, маңайыма бақсынау, тойлағаным тәттілеу, ойлағаным ащылау, көздеріме көлеңке, сөздерімде кең өлкі, келтірмеңдер маған сөз, өлтірмеңдер мен ерте. Маңдайымда мың қат бар, таңдайымда түрлақ бар, мұңдарыммен мың батпан, сырларымды тыңдап қал. Ва, тыңдап қал тыңдарман, бекерден бекер тұлданбан, арттағыға сөз қалсын, өтер де кетер бұл жалған деп бастады өлеңін. Онысымен де қоймай: жол бойына жерлеңдер мені өлгенде, өлген соңда не жетсін еленгенге, бейтімді көргендер есін алсын, беймеді өзі деп өлеңгеде. Жарық дүние арттағы жанға манат, мылқау молам жайғасын жол жағалап, өлгенімше елменен біргедім мен, өлген соңда жатайын елге қарап деп тоқтағанда. Сонда қалай ақын ғұмыр қоштасып тұрған жоқ па деп залдағы бүкіл көрермен басын шайқады. Әлде бұл ақынның халқының алдындағы бой жазу ма дедік бізде еріксіз іштей. Не керек? 4 сағатқа созылған кездесу шынында да тыңдармандарға ерекше әсер еткен. Жыр сүйер қауым Серіктің өлеңдеріне әбден сусындағаннан соң әдемі әсермен үйлеріне қайтып бара жатты. Серік бір жеңілдеп қалдым-ау деп нөбір халықтың артынан ұзақ қарап тұрды. Араға апта салып 7 қараша жұма күні Серік Томанов ана ауылға асығыс аттанып кетті. Ол ораза айының алғашқы аптасы еді. 7 қасиетті сан жұма аптаның қасиетті күні, ал ораза айы жылдың қасиетті айы. Сол күні қазақтың талантты ақыны Серік Томановтың мәңгілік мекеніне қайтқан күн. Нөпір халық өткен жұма күнгі кездесудің әсерінен арыла алмай жүргенде, мына бір қаралы хабар өлең сүйер қауымның арқасына аяздай батты. Эпитафиясын жазып кеткен Серік өзінің өлетінін сезген сияқты. Сол күні аядай ғана аулада мен өксіп-өксіп жылап отырдым. Сол күні сүйікті жары Бибігүл «Серігім-ау, Серігім-ау» деп дауыс салып жоқтағанда, көзінің ағы мен қарасындай болған Маралы мен Еркіні бірін-бірі құшақтап, әкелерін іздеп боздағанда, елде, жерде күңіренгендей. Серік Томанов 47 жыл ғұмыр кешіп, бақилық болғанына да 23 жыл болды. Сол 47 жылды біз көп немесе аз деп те айта алмаймыз. Олай дейтініміз 47 жас бергеннен берері көп кезең, ал көңіл тоғайтатыны Секеңнің артында қалған мол мұралары. Серік тек шындықты ғана жазуды серт етті дейді ақын Маралтай Райымбекұлы. Секең сол сертінде тұрып адалдықтың ақ туын жықпай, сол баяғы аңғал да таза көңілмен ана ауылға кете барды. Оны пейіште, жұмақта жүр деп, біздер сәуегейсуден аулақпыз. Десек те оның осынау 47 жыл ғұмыры,
сондай сәттілікпен бір ғасырға жүк болатын сәтсіздіктен тұрды. Сәтті ғұмыры халқымыздың қажетіне жарайтын өлеңдері болса, сәтсіз кезеңі қара қылды қақ жарып шырылдаған шындықты айтам деп шенділерге жақпайтынды болатын. Сол үшін де талай-талай жерлерде ақынның жолы кесіліп тау шағылды. Серік осылайша сәтсіз және сәтті ғұмыр кешіп, аядай ғана бір бөлмеде өміршең өлеңдер жазып, халқымыздың жүрегінің төрінен ойып орын ала білді. Серік тірісінде жазушылар одағына мүшелікке де өте алмады. Ол одаққа мүше болуды армандаған да жоқ. Армандау бұлай тұрсын, ол жайлы ойламады да. Көзінің тірісінде адасып жүрген ақ бөкен едім атты кітабын аз данамен жарық көрсе, ол да өз оқырмандарын тез таба білді. Өлең сүйер қауым ол кітапты іздеп жүріп оқыды. Серік ақынның пәруанасын бақилық болғаннан кейін араға 5 ай салып, Талас ауданының әкімі Батырбек Құлекеев демеушілік жасап, шығарып берді. Ал Секеңнің құлпытасын ақын ағамыз Абдолла Бақбергенов орнатты. Соңы. Авторы Азамат Исалы. Жамиғатқа тағзым. Серік Томанов. Ақын ұлға еріп, алысқа кеткен атағы, ауылым менің әруақты әрі баталы, байшуарлар мен тайбұрылдардың мекені, алпамыстар мен қобыланлардың отаны, ауылым менің атағы шыққан аспандап, дастархан жаймас дақбыртқа құмар достаңдап, мереке күткен менің ауылымнан табылып береке біткен, біздің ауылдан басталмақ ереуіл күнде ерлікке ерткен елдігін, кеудемнен менің көтерер басын кемдігін, жүздеген боздақ іздерін қозғап індетіп, жыламай жырлап бере алсам жақсы мен бүгін. 90 түтіннен тобымен шыққан топ жігіт, боздақ болған жоқ болымы кетіп, болдырып, тасқа кеп түсті тарихқа атын таңбалап, қан кешу қасап қаншама жылдар жол жүріп, көңіл сенер ме, көзімен адам көрмесе, көкелерімді танымай едім мен кеше, біздің ауылдан Берлинге дейін шашылған боздақтарымды Бақберген жинап бермесе, 60 жыл бопты аттанып олар кеткелі, шетінен жайсаң шекеден қарар тектеді, боздақ боп кеткен бозбала сол бір топ жайлы, Есмұрат көкем естелік айтам деп беді, орманын қорғап ойраны шыққан орыстың 100 боздақ беріп жүлдеге алған жеңіс бұл. Бір қолын аман Махамбет көкем ап келді, бір қолы қалды жағасында бір немістің. Әділет басқан, әділетті ашқан жоқшылар шындық іздеумен шықшықтан келіп соқсын ал, аяқты беріп ақсаңдап жетсе ауылыма тілеп алды көкем, тілеп алған оны жоқ шығар. Өнеге тапқан келеге тартқан қарттардан, асқар шыңдарға аспандатып бір тарттарман, 100 жігіт жайрап жығылған екен, есепсіз жалқымыз қанша, майданға кіріп мерт болған, Қартабай баққан, Дәдебай баққан дүлдүлдер тісіме кірмей, түсіме кірді бұл күндер, жалқысыменен жігіті түгел жұмылған, әруақты елді Алладан артық кім білген. Толғансам бүгін, толғаныстармен мен терең, шерімді шемен шертерем, Тәңірге тәуба ой сұрап қалған, орнын толтырды кеше. Айым патшалар мен еркелер, шүкір Аллаға, шығыным шыққан өтелді, шаншылған оқ, шаңырақты талай көтерді, Алладан сұрап амандығын енді тілейік, аман келді дей ата жұрт, ата мекенді.